Сырттан махаббат колдапшыға сатушы болып жұмысқа тұрып кеткенсің бе сен? Ойбай, баяғыдан осы жерден айналайын. Құдайға шүкір 40 күнде 1,5 миллион табамыз. Зілбән, маған қаншадан мынау? Қанша бересің? Көбет етек пе сия қосылып тұрған? Махаббат әмше, нағыз ғой жұмыстан шығарасыңыз. Қалайсыңдар Зілбән, жағдайларың жақсы ма енді? Bir ой тобай, звондамайсыңдар ғой. Бала шағаларың бәрі аман болып отыр ма? Ақбаларың өткенде мама қалып деп отыр. Не жазылайын деді ма? Көйт болып деп отыр еді ғой. Сондайларыңды бір ауыз айтпайсыңдар ғой. Жағдайларың жақсы болып жүрсін әрдайым мақұл еді. Неғыл дедім, 1,5 миллион дедім, уайымдама қайтарып беремін. Ертең апамның пенсиясы бар, аналар тағы да бір кредит аламын деп отыр. Солармен қосқан кезде 1,5 миллион. Келмесе тұтушыны беремін, уайымдама қойып. Осы жағдай сұрап ішім алуыңа кіріп кететіндерге қарызға беріп жіберіп қой көргенше, осы ақ көңілдігім түбіне жететін болды меніңше. Зілбән, короче, 200 мың теңге ақша бар. Құдағиға не берсем болады? Ойбай, 200 мың теңгесіз не айтып тұрсың айналайын? Құда 1000 жылдық деген комплектті бриллиант берсей міне, жарқырап жүрсін. Ой, адам ағаннан кейін көтіне қарап алады да. Ертең не қыламын мен оны? Құдағи деген 1000 жылдық бола ма, болмай ма, оған да гарантия жоқ па? Ертең отырайық онда, құдағидің құлағын соғып. Қайтып төлеймін оны? Ой, қайтып төлеймін дейді ғой, төлейтін бәлесі де жоқ айналайын. Жанымызды ашып айтып жатса, Каспий рассрочка бар, Альфа-банк рассрочка бар, төлеп тастайсың ғой өйтпейді. Жаңа неден 200 мың теңге дедің ба? 200 мың теңге мышыққа сырғамады, сонда сай.